қандай болып отырады ол? Быт болып отырады ғой. Істеген жұмысы да өнбейді, кешкісін келеді, шаршап келеді, сосын келгеннен кейін кімге сырбаз істеді? Отбасына, әйелі күйеуіне, күйеуі әйеліне, әйелі күйеуіне жетпесе баласына, баласы мысығына сөйтіп кете береді, сырбаз істеді, қарасаң, ода не болды күні? Быт болды ғой. А ол күн бір нәрсені соңға әдетке айналып кетсе, ол қайталана береді. Сосын не істейміз? Біздің күніміз дұрыс бастамадық. Біз сол күні біздің бастығымыз ұрысады, я болмаса адамға ақпарат берейін десең, ол саған ұрысып тастады. TikTokқа салайын десең, ол ешкім хабарласқан жоқ, Instagramға салайын ешкім хабарласқан жоқ. Өйткені неге? Сен күніңді дұрыс бастамадың. Күніңізді дұрыс бастау үшін бизнес серіктестер сіздерге бір арнайы бір сөз дайындап келді. Осы сөзді жазыңыздар, сонда күнделікті осыны, сонымен қатар басқа өзіңіздің сөзіңізді қосып қайталап айтсаңыздар болады. Мына сөздерді жазыңыздар. Шүкір Аллаға. Мен бүгін ояндым. Шүкір Аллаға. Адамзат бүгін бар, ертең топырақ, бүгінгі өмір жарқылдап алдар бірақ дейді. Ешкім ертең оянып, аманса оянатын кепілдік жоқ қой. Бірақ үмітіміз бар ғой, оянамыз деген. Сондықтан күніңізде оянған сайын, шүкір Аллаға, мен бүгін ояндым. Ұйқыдан оянғанымыздың өзі қандай нығмет, қандай мүмкіндік. Бүгінгі әр таңымызда оянғанымыз бізге берген мүмкіндік ол. Бүгінгі күнімді қандай іспен айналыссам да, одан максималды түрде толық нәтиже алам. Жазыңыздар ма? Мен адамдарға мейірім махаббатпен қараймын. Мұсылманда керемет сөз бар ғой, таспен атқанда аспен ат. Бір бетін дұрса, екінші бетін тос. Біреу сенің аяғыңды басып кетсе, сен одан сұра аяғың ауырып қалма деп. Оның барлығы осы адамға деген махаббат, мейірім ғой. Мен адамдарға мейірім махаббатпен қараймын. Және олар да маған дәл солай қарайды. Менің жоспарымның барлығы жүзеге асады. Әрбір клиент менімен қуана кездесіп, прямо Айзада ханым шақырып, мен бүгін барайын деп, күшті нәрсе болады деп қуанып сондай келеді адамдар, осыны айтсаңыз. Әрбір клиент менімен қуана кездеседі және бизнесқа тіркеледі. Мен Алланың ең керемет жаратылысымын. Менің тұла бойым сондай қуатқа тола, әрбір іске қуатым жетеді. Сіз шаршамайсыз. Сіз жүрегіңізде бір от жанып тұрса, мысалы телефондарыңызды зарядтайсыздар ғой. Не үшін? Жақсы жұмыс жасау үшін, Сол сіз өзіңізді бағдарламасаңыз, сіздің қуатыңыз барлық. Сізде шаршау деген болмайды да. Кішкентай бала неге шаршамайды деп ойлайсыздар? Энергиясы неге көп деп ойлайсыздар? Өйткені ол таза. Өйткені ол рухы таза. Біз не ол? Ананы көріп, мынаны естіп, әбден жаңағыдай өмірдің неше түрлі керемет ақпараттарын жинап алғанымызда шаршап қаламыз да. Сонымен қатар еще дұрыс емес тамақтанамыз, Таңын той отырып мант жеп отырсақ. Мен жеп көрген, дұрыс емес екен ол. Мен ақылды, тартымды. Мен ақылды, тартымды, жігерлі, табанды, мықты адаммын. Бүгін менімен сөйлескен адамдардың барлығы менімен бірге бизнес жасағысы келеді. Менің бүгінгі күнім, тіпті өмірімнің бәрі сәттілікке тола. Себебі мен оны қалаймын. Бүгін қандай ауа райы болмасын, жаңбыр жауа ма, тұман бола ма? Мынандай керемет сөз бар да, осы жерден айтқым келіп тұр да. Қанша жерде күн күркіресе де, күн бұлттанса да, сіз білесіз, артынша күн шығатын білесіз ғой. Одан қорықпайсыз ғой. Сол сияқты бүгін қандай ауа райы болмасын, қандай кедергі болмасын,
болмасын. Бүгін қандай ауа райы болмасын, қандай кедергі болмасын, менің көңілімді бұза алмайды. Менің көңілім керемет. Сондықтан дереу іске кірістім. Айта берсек, мен айтсам, сіз айтсаңыз, ел өзгереді ғой. Жазыңыз, айтыңыз, елестетіңіз, ойлаңыз. Күнде бір өміріңізді жақсы жаққа өзгертуіңізге жарты сағат арнауға болады ма? Әлде болмайды ма? Осы өмірлеріңізде кім бүгін нешеде, түнде, мысалы 8-де тұрсаңыз, 7:30-да оянуға бола ма? 7-де тұратын адам 7-де тұруға бола ма? Өміріңіздің небәрі 30 минутын арнасаңыз, ол сіздің 30 жыл уақытыңызды үнемдейді ғой. Бір ғана жұмыспен, мойындадық па, бір ғана жұмыспен бай болмайтын адам? Жамандықпен айналысқан адам жақсы бай бола ма? Болмайды. Жақсылықпен айналысқан адам елдің батасын алады, жүрегің тыныштығын алады, қалтаң ақшаға толады. Келісесіздер ма? Енді қазір біз ешкім табыстың неше көзі бар? Ақшаны қалай табуға болады? 11 жыл мектеп оқып, 4 жыл немесе 7 жыл жоғары оқу орнын оқып, белгілі мамандық бойынша жұмысқа тұруға болады. Бір айлыққа. Табыс па? Табыс. Я болмаса, қолынан келетін нәрсені кәсіпке айналдырып, халыққа қызмет қылып, услуга, не жасауға болады? Кәсіппен айналысуға болады. Яғни жаңа шаштара, салон, магазин, киім сату, азық-түлік сату. Бұл да табыстың көзі. Үшінші табыстың көзі, бұл экономический университетті бітірген. Үшінші табыстың көзі ол не? Инвестиция, облигация, инвестиция, акционер жаңағыдай. Недвижимость. Жылжымайтын мүлік. Төртіншісі өндіріс, завод. Енді біз жұмыс істеп бай бола алмайтынымызды мойындадық. Мен жеке кәсіптен сетевой бизнесқа келген адаммын. Жеке кәсіптің өзі ол да жұмыстың бірге жалданған сияқты ғой. Тек ол жерде өз-өзіңе жалданасың да. Ол жақта магазин бір күн ашпасаң, 2 күн ашпасаң не істейді? Клиентің кетіп қалады. Ол ақша түспейді. Сауда болмаса ақша түспейді ғой. Ана жерде команда құрып қойса, команда сіз үшін жасайды, ақша түсіп жатады. Екінші, недвижимостьпен айналысайын десең, ол жақта ақша көп. Бірақ бұған сәйкесінше бастау үшін көп ақша керек. Бір пәтерді алып, сату үшін қанша кетеді? Бір 15 миллион теңге алдың, оны 17 миллион теңге саттың. Мысалға, недвижимостьпен айналысың. Инвестиция да солай, ақша салдың, белгілі бір уақытта ғана қайтады. Енді завод өндіріс салу үшін қанша ақша керек? Көп ақша керек, қанша миллион доллар керек, завод салу үшін. Енді бәріміз қалтамызда ол ақша жоқ, миллиондап долларлаған. Енді не істейміз дейміз ғой? Санева компаниясына тіркеліп бизнес бастау үшін небәрі 150 мың теңге. 150 мың теңге бар ғой қалталарыңызда.